Сәлеметсіңдер ме балалар? Әліппе сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Л дыбысымен әріпі. Бүгінгі сабақта біз Л дыбысымен танысатын боламыз. Ең алдымен Л әріпінің баспа және жазба түріне назар аударыңдар. Жазба түрін біз жазу барысында пайдаланамыз. Балалар, мұқият қарайық. Л әріпінің дұрыс жазылу жолын үйренейік. Бірінші балалар, барлығымыз бірге Л әріпінің жазба түрін ауаға жазып көрейік. Л әріпін жазу өте оңай. Үлкен Л әріпін жазу үшін солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе доға сызып жоғары үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу түзу сызық жасаймыз. Одан төмен қарай түзу сызық сызып астыңғы сызыққа тигізе доға ілгек жасаймыз. Бұл бізде үлкен Л әріпінің дұрыс жазылу жолы. Келесі кіші Л әріпінде тура осылай жазамыз, бірақ жазылу жолағынан шығармаймыз. Балалар, енді оқулықпен жұмыс жасайық. Әліппе кітабында 17-ші сабақ 20-шы бетті ашамыз. Ең алдымен Л дыбысын бірнеше рет қайталайық. Л әріпі бізде дауыссыз дыбыс. Сол себепті әліппеде көк түспен бейнеленген. Енді оқулықтағы суретке назар аударайық. Балалар, суретте кімдерді көріп тұрсыңдар? Және де олар не істеп жатыр? Дұрыс айтасыңдар балалар. Суретте анасы мен қызы бірге бақшадан жемістер жинап жүр. Балалар, біз қызға Айгүл деп есім берейік. Айгүлге қора жақта жүрген Лақ көмекке келді. Және ол Айгүлмен бірге ойнағанды жақсы көреді. Осы суреттен Л дыбысы бар сөздерді анықтап көрейік. Бірінші лақ, екінші алма. Енді біз қызға Айгүл есімін бердік. Бізде Айгүл сөзінде Л дыбысы бар. Енді балалар, Л әріпін өзіміз қарындаштарымыздан жасап көрейік. Оны жасау өте оңай. Балалар, Л дыбысынан басталатын қандай сөздерді білеміз? Л дыбысынан басталатын сөздерді тауып қайталайық. Бірінші, бұл түсі сары, өте қышқыл, лимон. Екіншісі, өте сүйкімді, секіргіш, ойнақтағанды жақсы көретін ешкінің төлі Лақ. Келесі, бұл бізде Лашын деген құс. Оқулықтағы келесі тапсырманы орындайық. Бізге оқуға арналған сөздер берілген. Сол сөздерді бірге оқиық. Ал, ара, ала, арал, алар, арала. Келесі сөйлемдерді толықтырамыз. Ала, бізде балалар ненің суреті берілген? Я балалар, дұрыс айтасыңдар, бұлттың. Ала, бұлт. Арал, алма, ал. Арал, ара, ал. Ботаны, арала. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Л дыбысы қай жерде кездеседі? Ойлан, тап деп тұр. Бірінші суретте алма. Л дыбысы екінші дыбыста естіліп тұр. Бал. Л дыбысы үшінші дыбыста. Екінші суретте балға. Л дыбысы тағы да үшінші дыбыста естіліп тұр. Енді балалар, құрамында Л дыбысы кездесетін тағы қандай сөздерді білеміз? Олай болса, бірге мысал келтірейік. Бірінші, піл,
балық, гүл, түлкі, алматы, талғар. Яғни балалар, бізде Л әріпі сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездесе береді екен. Сонымен балалар, біз бүгін қандай дыбыспен таныстық? Я балалар, біз бүгін Л дыбысымен таныстық. Л дыбысы бізде қандай дыбыс? Жарайсыңдар балалар. Л дыбысы бізде дауыссыз дыбыс. Үйге тапсырма, көркем жазу дәптерімізде Л әріпін ұқыпты әдемі етіп жазып келеміз. Сонымен қатар Л әріпі кездесетін сөздерге суреттер салып келу. Осымен балалар, сабағымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңдар.